16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер. Жалпы біздің бағдарламаның басты мақсатының бірі бұл өзіміздің қоғамымызда болып жатқан жаңа заңнаманы халыққа мейлінше таныстыру. Біріншілердің қатарында болып таныстыру. Сол жаңалықтардың бірі бұл желтоқсан айында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамаларына өзгерістер енгізілді. Соның бірі біздің 6 заңға, азаматтық құқықтық қатынастарды реттейтін 6 заңға өзгеріс енгізіп, бұл заңдар күшіне еніп, бүгінгі күні жаңа жылда өз әрекетін бастады. Жалпы бұл жаңалықтың басты міндеттері бұл азаматтық іс жүргізу заңнамасын әрі қарай жетілдіру, оңтайландыру, халыққа сапалы да тез қызмет көрсете білу. Әрине ол сот органдарының соның ішінде. Сондықтан дауларды мейлінше бітіммен аяқтау. Бұл заңнамалардың ішінде 6 заңға өзгеріс енді деп айтып кеттім. Ең үлкен өзгерістер бұл азаматтық процесстік кодекске және де медиация туралы заңға өзгеріс үлкен енді. Бүгін бағдарламамызда осы жаңашылдықтар туралы сіздерге барынша ашып айтуға тырысамыз. Студия қонақтарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ақтау қаласының нөмір 2 сотының судьясы Кеншимова Дүниезада Беспайқызы, саламатсыз ба? Және де Маңғыстау облысының адвокаттар алқасының адвокаты Асауа Марина Сайынқызы. Қош келдіңіздер. Жаңа мен айтып кеткендей, жаңашылдықтардың көп бөлігі бұл азаматтық процесстік кодекске тиесілі. Қандай жаңашылдықтар енгізілді? Басты, қысқа нұсқа, халыққа тиімді түрде айтып өтсеңіз. Рахмет. 8 қаңтар 2022 жылдан бастап жаңа заң өзгерістер күшіне еніп, қазіргі таңда соттар жұмыстарын бастады, істеп жатыр. Ал енді жаңашылдықтарға тоқтайтын болсақ, азаматтық процесстік кодексінде жаңа ұғым енгізілді. Бұл ұғымға тоқталатын болсақ, ол дауды сотқа дейін реттеу хаттамасы деп аталады. Ал осы ұғымға тоқталатын болсақ, бұл ұғымда, яғни тараптардың сотқа дейін істі татуласу рәсімдерімен шешу. Яғни хаттаманы толтырады. Хаттамада қандай мән-жайлар көрсетіледі? Хаттамада тараптар барлық дәлелдемелерін ашып көрсетеді. Мысалы, талап қойшы сотқа берді ма талап арызында өзінің қандай дәлелдемелері бар, нақты соны көрсетеді. Жауапкер өз тұрғысынан хаттамаға сай өз тарапының дәлелдемелерін ұсынады. Дәлелдемелермен алмасады. Содан кейін алмасы бір-бірімен әңгімелескеннен кейін енді тараптар, мысалы, бір жағы түсінетін шығар, түсінеді деп те ойлаймын. Яғни қандай нәтиже болатын. Сондықтан сол нәтижені білгеннен кейін екі тарап өздерінің шешімдерін, татуласу рәсімдерін жүргізуге мүмкіндіктері бар. Яғни хаттаманы толтырды, дәлелдемелерін қарады, өздерін ойлады, шешімдерін қабылдады да сотқа татуласу рәсімдері бойынша құжаттарын, келісімдерін ұсынады. Дәлелдемелердің басымдығына баға бере отырып дейсіз ғой. Баға бере отырып, біліп анық-қанығына жеткеннен кейін хаттаманы толтырып сотқа ұсынады. Сот сотқа дейін реттеу хаттамасын қабылдап, татуласу рәсімдері бойынша келісімін қабылдап, өзінің шешімін қабылдайды. Бұл жердегі негізгі бұл сотқа дейін реттеу хаттаманың мен халыққа айтқым келеді, бұл тиімділігі. Яғни, осы заңдардың бәріне өзгерістер енгізіліп жатыр ғой, жаңашылдықтар енгізіліп жатыр, оның бәрі халық үшін. Ал енді осы заңның тиісті түрде орындалуы, ол қағаз жүзінде қалып қалмай орындалу, ол соттардың жұмысына қатысты заңгерлердің, нотариустардың, медиаторлардың бәрі жұмыла бірге жұмыс жасасақ, осы заң өзінің тиісті нәтижесін береді деген ойдамын. Өйткені қараңыз, сотқа дауларды соттан тыс және сотқа дейінгі реттеу институттарын жетілдіру мақсатында енгізіліп отыр ғой.
Сондықтан бірге жұмыс жасалса, бұл тиімін табады деп айтар едім. Рахмет. Жалпы мен ойлаймын өзім, сол сотқа дейінгі реттеу хаттамасы бұл негізсіз талаптарды болдырмауға бірден бір күшін салатын сияқты, да? Біз білеміз ғой, кейде үлкен мекемелер, жаңа ірі кәсіпкерлер бір-біріне қандай да бір қызметіне зиян келтіру үшін негізсіз талаптар да қойып жатады. Себебі талабын қойған кезде қамтамасыз ету шараларын алыңыз деп жатады бір талап арыздың негізінде. Біз судьялар енді талап арыз бар, қамтамасыз ету туралы ұсыныс бар, біз жасау міндеттіміз. Бірақ мына хаттаманың негізінде менімше енді олар талап арыздан басқа дәлелдемелер болмаса көрсететін бұл сотқа дейінгі хаттамада, реттеу хаттамасында өздерінің талап арызын негізсіз қоя алмайтын сияқты. Бұл да бір тараптарды негізсіз сотқа жүгінбеу керек екендігін, сотқа тек қана қатты қажеттілік жағдайда, өз құқығың шыннан да бұзылған жағдайда бару қажеттілігін көрсететін сияқты. Сондықтан бұл сотқа дейінгі реттеу хаттамасын енді өзіңіз қазіргі таңда татуласушы судья болып бекітілдіңіз жаңа жылдан бастап. Енді сіздердің және де біздің медиаторлармен көмегімен татуластыру көбейеді деген сенімдеміз. Рахмет. Нәтижесін береміз деген ойдамыз. Енді Марина Сайынқызы, сізге осы жерде сұрақ. Жалпы біздің судьялар мен заңгерлер қауымдастығы біздер жұмыс бірге жасаймыз. Бәріміздің де мақсатымыз бұл халықтың құқығын қорғау. Енді жалпы азаматтық процеске көптеген өзгерістер енгізілді. Судья өз тарапынан ең алдымен ең бірінші қадам бұл сотқа дейінгі реттеу хаттамасы болғандықтан сол туралы айтып өтті. Ал өзіңіз заңгер ретінде тағы қандай өзгерістерге тоқталып өтер едіңіз? Заңгер ретінде мен қазіргі таңда осы азаматтық процестік кодексінің енгізілуіне жаңалықтар айтатыным, біріншіден азаматтық істердің облыстық және оған теңестірілген соттың сотталуына жатқызылуы. Осы баптың 27-де 1, 28-де 1 баптардың орнына қарасақ, өтеп айтатын болсақ, бұл облыстық соттар бірінші сот және қалалық сотындағы немесе аумақтық сотындағы біртестік істердің бірін алып, өздері бірінші сот қағидалары бойынша шешім шығарып, қарап, тұжырымға келе алады. Екіншіден, жоғарғы сот органдары сол облыстық соттағы немесе қалалық немесе аумақтық соттағы жатқан біртестік істерді жоғарғы сот облыстық сотынан ала алады. Сол істерді алағанда өзіне іс жүргізіп шешім қабылдай алады. Бұл жаңалықтар тәжірибе ретінде қабылданғаннан кейін өзінің пайдасын халыққа не зат тигізгенін біз оны тәжірибе ретінде көре аламыз. Одан басқа айтатыным, азаматтық процестік кодексіне сырттай іс жүргізу баптарын алып тастаған. Бұл жағдайда бұл оңайту тәсілімен қаралады, немесе кәдімгідей талап арызбен қарауға мүмкіншілік береді. Соны дұрыс деп ойлайсыз ба сіз заңгер ретінде? Сырттай іс жүргізу тәртібінің қазіргі таңда алынып тасталған. Оның дұрыс деп ойлаймын, себебі сіз өзіңіз атап айткендей алдын ала қолдану шараларын жүргізеді. Үлкен мекемелер сотқа қазіргі таңда арыз береді деп айттыңыз ғой, сотқа дейін реттеу хаттамаларын. Сондықтан сол сырттайын алып тастау соған өзінің әсерін тигізеді. Себебі өзіңіз айтқандай қамтамасыз ету шараларына да заңсыз болмаудығын, өзінің алдын ала заңсыз әрекеттерін жасамау үшін жасалатын заттар. Сондықтан оның алып тастауы менің ойымша халыққа да қарапайым адамдарға да пайдасы. Жалпы тәжірибеде сырттай шешімдердің, мысалы 100% сырттай шешімдердің 70-80% бұзылып отырады ғой, шыннан да былай айтсақ. Себебі жауапкер іске қатыспаған, сыртынан шешім шығарылған, ол 2-3 жылдан кейін, тіпті 5 жылдан кейін де алып та сырттай шешімнің күшін жой деп арыз түсіріп жатады. Себебі мен білген жоқпын деген уәждер айтып. Сондықтан бұл сырттай шешімдер өздерінің тиімділігін көрсеткен жоқ. Ұзақ мерзімге қаралып, адамдар әуре сарсаңға салып. Ол тиімділігін көрсеткен жоқ. Сондықтан бұл жаңашылдық сіздердің де тарапыңыздан жақсы қабылданғанына біз қуаныштымыз. Біз де жақсы деп ойлаймыз, себебі өзіңіз айтқандай тек сот орындаушыға жеткеннен кейін ана оларға белгілі болады. Сондықтан сотқа да ыңғайлы болады, бізге де ыңғайлы болады деп есептеймін. Тағы да бір өзгерістер енгізілген азаматтық процестік кодексіне айта кететін. Бүгінгі таңға мемлекеттік органдармен көптеген даулар туындайды. Соның барысында біздің мемлекеттік органдар өзінің жоғарғы мемлекеттік органдарының рұқсатын алуға сол туралы 401 бапта азаматтық процестік кодексінде енгізілген. Біріншіден, қазіргі таңда апелляциялық шағым беру үшін
міндетті түрде жоғарғы тұрған органнан рұқсат алу керек. Келісім алу керек. Сол келісімін алғаннан кейін ғана апелляциялық сотқа шағым келтіре алады. Одан басқа апелляциялық соты өзі ұйғарым бойынша бұндай іс-әрекет жасалмайтын болса, істі уақытша тоқтатып, қозғалыссыз қалдырып, апелляциялық берген адамға уақыт беріп, соны рұқсатын алуды күтеді. Және заңды күшіне енген сот шешімдерінде солай өтініш келтіру барысында ондай міндеттемені міндетті түрде орындау керек. Жазбаша түрде жоғарғы тұрған органның келісім шарты болу керек деп заңда көзделген. Бұл да жергілікті мемлекеттік органдардың алдын ала талап арыздарды сот шешімдерінің заңдылығын, заңсыздығын шешу мақсатында керек болар деп есептеймін. Ол да дұрыс деп ойлаймын мен, себебі енді кейбір төменгі тұрған мемлекеттік органдар өздерінің кейбір құйтырқы әрекеттерін жасыру үшін сотқа талап арыз беріп, олай жеңіліп қалып жатса, мысалы оның барлығын жылы күйде жауып тастағысы келеді. Ал бұл жерде міндетті түрде жоғары тұрған органнан рұқсат алу деген дұрыс. Яғни жоғары тұрған орган өзінің төменгі тұрған органның немен айналысып жатқан, қандай қызметпен айналысып жатқан айқын біліп отыру керек. Бұл да сол ашықтық қағидаты негізінде қабылданған норма деп ойлаймын мен. Дұрыс айтасыз, келісемін. Иә, рахмет. Енді жалпы бұл жаңа айтылған азаматтық заңнаманы жетілдіруге бағытталған өзгерістердің ішінде тағы да бір заңға, 6 заңның біреуі бұл неке және отбасы туралы кодекске өзгерістер енгізілді. Жалпы біз бала тәрбиесі, бала құқығы, ана құқығын қорғауда үлкен әңгімелер қазір қозғап жүрік. Сот органы, сот корпусы, отбасылық соттар құру мәселесі бізде талқыланып жүр. Сондықтан бұл Қазақстан Республикасының бұл кодексі, неке және отбасы туралы кодексіне енгізілген өзгерістер туралы Дүниезада Беспайқызы өзіңіз айтып өтсеңіз. Неке және отбасы туралы кодексіне де өзгерістер енгізілді. Бұл өзгерістер алимент пен неке бұзуға бағытталған. Қазіргі таңда сотқа дейін алимент өндіру бойынша тараптар нотариустың келісімі бойынша алимент өндіру келісімін ала алады. Сонымен қатар медиаторларға барады. Медиатордан дауды реттеу туралы келісім алады. Адвокаттарға барады. Сонымен заң консультаттар палатасының мүшелеріне барып партисипативтік рәсім ретінде келісім алуға мүмкіндіктері бар. Ал осы ескі редакциясында көрсетілген тек қана келісім жасалады, оны нотариатта куәландырады деп. Енді бұл жағдайда өзгеріс енгізілген өте дұрыс деп санаймын. Өйткені мысалы неке бұзу алиментке қатысты екі тараптың бірі заңгерлерге барады, не адвокаттарға барады. Сол кезде адвокаттардың жұмысы қандай? Олар арызын жазып сотқа өткізеді. Ал бұл жағдайда адвокаттар екінші тарапты да шақыруға мүмкіндігі бар. Заң шеңберінде содан кейін екі тарапты шақырып алып түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Яғни партисипативтік рәсімдегі келісім жасауға мүмкіндіктеріңіз бар деп екі тарапқа жіті түсіндіреді. Бұл келісімдерде қандай тәсілдері, тәртібі айқындалады. Яғни екі тарап бір келісімге келеді, но бірақ та бұл келісімдегі алименттің мөлшері сотқа береді, сотқа арыз бергендегі мөлшері анықталатын мөлшерден кем болмау керек. Екіншіден, алимент мөлшері жұмыс жасаймын, сондықтан мен жұмыс орнымнан өндірсін деген кезде, онда үлестік тәртіпте көрсетіледі. Сонымен бірге нақты ақшалай сомасын көрсетуге де болады. Мысалы, нақты ақшалай сомасын келісіп екі тарап. Бір жолғы төлемде төлеуге мүмкіндіктер бар. Мысалы, мен қазір қаражат керек болса, не болмаса мүлкі болған жағдайда мүлкісін беру арқылы алименттің мәселесін шешуге мүмкіндіктер бар. Жалпы бұл өзгерістер неке және отбасы туралы кодекске енгізілген, бұл ыңғайлы деп санаймын. Себебі біздер сотқа келген тараптар алимент
бізде тек бұйрық шығарамыз ғой, шығарады соттар, бірақ бұл жерде бұйрыққа да келіспей қарсылық келтіріп жатырған борышқорлар болады. Сондықтан қазіргі таңда бұл медиаторларға да, нотариустарға, адвокаттарға үлкен мүмкіншілік. Тараптарды шақырып, сіздер де билердің өздеріңіз жаңағы өкілеттілігін алып отырсыздар, құрметті заңгерлер. Қазір соны түсініп отырсыздар ғой сіздер. Кеңейтіліп отыр ғой. Сіздердің құқықтарыңыз кеңейтіліп, келген адамдарға түсіндіріп, жаңа Дүниезада Беспаевна өте жақсы ашып айтып көрсетіп кетті. Тіпті 2-3 жылға бір жолғы төлем жасауға болады. Сонда барлық алименттік міндеттемеден 3 жылға босатылады. Соның барлығын азаматтарға қазіргі таңда түсіндіріп ашып, түсіндіру жұмыстарын біз барынша мейлінше жүргізуіміз керек. Сондықтан бұл өте жақсы жаңалық деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда алиментті көбейту мөлшерін, алимент мөлшерін азайту туралы даулар бізде көп. Бұл сотқа деген негізсіз даулардың келуін тоқтатады деп ойлаймын. Сондықтан құрметті телекөрермендер, қазіргі таңда алимент туралы қандай да бір дауларыңыз болса, қазіргі таңда сіз арыз жазып сотқа жүгірмей, ең алдымен адвокаттарға, нотариустарға, медиаторларға баруға бірден бір құқыларыңыз бар. Олардың да соттар сияқты билігі бар қазіргі таңда. Яғни алимент өндіру туралы бойынша оларға заң құқық берген, екі тарапты бітімге келтіруге. Яғни тараптар арасында жасалған келісімдер бұл атқару парағы болып табылады. Солай ғой? Атқару парағы. Орындалмаса, жеке сот орындаушыны орындауға беруге мүмкіндіктері бар. Ол заңмен қарастырылған. Егер борышкер сізбен келісілген тараптардың жасаған келісім шартын бұзса, бұл адвокат жасасын, нотариус жасасын, медиатор жасасын, бұл келісім шарттар сот актісімен бірдей күші бар келісім шарттар болып табылады. Атқару парағын алып, бұл келісім шарттар бойынша сіз келісім шартты алып, жеке сот орындаушысына барып, мәжбүрлі орындата аласыздар. Орындамаған жағдайда, жаңағы атқару парағын орындамаған үшін жауапкершілікке де тартылады борышқор. Сондықтан тек сотқа барам алиментпен деген пікірді ұмытатын кез келді. Дұрыс айтасыз. Бұл енді көбінесе даусыз фактілер ғой. Алимент төлеу міндеті. Бала бар, ортақ. Кімнің қарауында сол адам екінші тараптан алимент алуға міндетті. Баланы асырауға. Сондықтан бұл тақырыпта біз әлде кеңірек тоқталамыз. Бірнеше бағдарламамыздың бірнеше санын осы тақырыпты өрбіту үшін арнаймыз. Сондықтан рахмет сізге. Бұл неке бұзуға қатысты атап өткім келеді. Өткен осы кодекске өзгеріс енгізілді ғой. Даусыз, мысалы, кәмелеттік жасқа толмаған балалар болмаған жағдайда, мүліктері болмаған жағдайда ешқандай дау жоқ. Не себептен сотқа арызбен жүгінеді? Қажеттілігі жоқ. Тікелей ахат бөліміне барып, арыздарын берсе, ахат бөлімі бұзады. Қазіргі таңда жауапкер, яғни жаңағы екінші жақ ахат бөліміне бармай қашып жүреді, өзіміз білеміз. Соған байланысты қандай өзгеріс енді? Содан кейін, егер бірінші кезеңде барып, тағайындалған күні, шақырылған күні бара алмай қалған жағдайда, екінші мәрте жүгінуге мүмкіндіктері бар. Бұл жағдайда егер мен бара алмаймын деген жұмыстары болып, мүмкіндіктері болмаса, онда келісімді, некені бұзу туралы келісімді нотариатты куәландырған келісіммен бір тарап ахат бөліміне барса, онда неке бұзылады. Сондықтан қазіргі таңда енді осы мүмкіндікті пайдалана отырып, халыққа жеткізгім келеді. Егер даусыз болса, егер екі тарап ешқандай мүлкі жоқ болса, балалар кәмелеттік жасқа толып кетсе, екі тарап бірнеше уақыт, бірнеше жыл тұрмайтын сондай талаптарда болып жатыр. Мысалы, сотта қарадық қой, сондай болса, бұл сотқа жүгінудің қажеттілігі жоқ. Ал егер екінші тарап жоқ, мен некені бұзудан бас тартамын деген жағдайда, Қазақстан Республикасы нормативтік қаулысына қазір өзгерістер енгізілді ғой, нақты көрсетіліп отыр. Онда бір тарап нақты жұмыс жасау керек. Жұмыс жасап айту керек. Маған онда жазбаша түрде келісім бер. Мен некені бұзып, ахат бөліміне бармаймын, мен бұзбаймын. Яғни себебін көрсету керек. Себебі, мысалы, дау бар. Дауды нақты ашып көрсету керек. Егер сондай тиісті құжат болған жағдайда ғана
сотқа арызбен жүгінуге болады. Сол кезде ғана соны жіті тексеріп сот қабылдайды. Рахмет. Енді Марина Саянқызы, өзіңіз өзгерістер бойынша тағы не қосып айтар едіңіз, жалпы халыққа не тиімді? Жалпы татуластыру бойынша өзіңіз адвокат ретінде, енді сіз көп жылдар мемлекеттік органдарда қызмет жасадыңыз, білеміз, істерге қатысып жүрсіз. Жалпы татуластыру, енді біздің бағдарламамыздың аты татуластыру сотқа дейін сотта болғандықтан, біз судьялар қазіргі, біздер судьялар үшін ең басты мақсат істі бітіммен бітіру. Сондықтан сіздер өзіңіз тарапыңыздан тараптарға сондай шарттарды ұсынасыздар ма? Сізге көмек сұрап келген заң тұлға болсын, жеке азаматтар болсын, түсіндіресіз бе татуластыру мән жайын қалай аяқталуға болады? Иә, қазіргі таңда осы мемлекеттік органдармен жұмыс жасау барысында адвокат болғасын, енді біз өзіміздің міндетіміз деп ойлаймыз. Халыққа, жеке азамат болсын, заңды тұлға болсын, татуластыру рәсімімен талап арызды немесе талаптарды бітіруге қағаз жүзінде орындап, ұйғарым шығарып, сондай шарттарын жүргіземіз. Бірақ алайда мемлекеттік органдармен менің өзімнің тәжірибемде ондай болып көрген жоқ. Себебі мемлекеттік органдар қазіргі заңа кодекске енгізілген АППК бойынша ояқта көзделген сондай өзгерістер татуласу рәсімін істеуге болады деп. Алайда тәжірибе ретінде ондай мен әлі кездесіп көрген жоқпын, бірақ мемлекеттік органмен де татулы рәсімін істеуге мүмкіншілігіміз бар деп есептеймін. Сонымен жұмыс жасауға өзіміздің әрекетімізден істер жасаймыз, әрекет. Иә, жалпы халыққа тек мемлекеттік орган емес, екі азаматтық тұлға, заңды тұлға болсын, түсіндіру керек сияқты. Мейлінше қазіргі сотқа дейінгі хаттаманы толтыру барысында да қазіргі таңда сіздер толтырасыздар, оны заңгерлер. Кім жүгінсе де сотқа бәрібір қалған қағаздарын олар сіздерге алып келеді, қалған құжаттарын сіздерге алып келеді. Сол құжаттарда дәлелдемелерде анық көрсетіп, қандай дәлелдемелер бар екен. Егер дәлелдемелері бұлардың әлсіз болса, мысалы сіз жауапкер болып табылсаңыз, жауапкердің өкілі болып табылсаңыз, сіздің тарапыңыздан адалдық деген қағидатта болу керек деп ойлаймын мен, адвокаттардың да тарапында. Иә, егер дәлелдеме әлсіз болса, жауапкерге түсіндіру керек сияқты. Біз мына жерде дәлелдемеміз әлсіз, талап қойшының дәлелдемелері жақсы, олар нақты көрсетіп тұр уәждерін. Сондықтан ең болмаса негізгі жаңағы соманы мойындап айыппұлды түсіруге тырысайық деген сөздерді болу керек деп ойлаймын. Сондықтан сіздер тарапыңыздан дұрыс, әділ де парасатты түсіндірмелер берсе, ол бізге де жеңіл болады. Біз ойлаймыз, сіздермен бірге біз осы жалпы Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтарын қорғаудағы қызметтерімізді бірге атқарамыз деп. Енді Зада Беспаевна, нотариат туралы заңға енгізілген өзгерістер бойынша қысқаша айтып өтсеңіз. Нотариат туралы заңға да өзгерістер енгізілді, яғни даусыз істердің тізімі үлкейтілді, кеңейтілді, толықтырылды. Иә, толықтырылды. Мысалы, қаражат, ақша жұмыс орнына төленбеген өзінің еңбек ақысын мысалы төлемесе, төлемегеннен кейін қолына нақты анықтама береді. Сіздің осынша қарызыңыз бар. Осы анықтамамен нотариусқа жүгініп атқару жазбасын алуға мүмкіндігі бар. Сонымен бірге бұл жерде тағы да атап өтетін жайт, өзгеріске қатысты тоқталғым келеді. Зейнетақы қорына егер қарызы болған жағдайда, сонымен бірге зейнетақы қорына тікелей зейнетақысының аударылымы жіберілмейді. Енді бұны қарасаңыз, бұл да даусыз факт ғой. Иә, еңбек ақысы берілді ма, зейнетақысы берілу керек. Иә. Сондықтан осы зейнетақының аудару туралы даулар болған жағдайда, даулар емес, талаптар болған жағдайда нотариустарға жүгіну мүмкіндіктері бар. Өйткені былай қарасаңыз, даусыз еңбек ақысын нотариусқа барады да, ал зейнетақыға қатысты сотқа береді. Оны сот қарайды. Сондықтан өзгерістер енгізген өте орынды деп санаймын. Сонымен қатар партисипативтік рәсім тәртібімен жасалған дауларды реттеу туралы келісімдердің орындалуы бойынша сонда тізімге енгізген. Яғни партисипативтік адвокаттар өздері, заңгерлер жасайды ғой, жасағаннан кейін соның орындалуы бойынша нотариусқа барып атқару жазбасын алуға мүмкіндіктері бар. Жалпы рахмет. Енді қазір жаңа жылды сіз татуластырушы судья ретінде бастап жатырсыз ғой. Сотқа дейінгі реттеу хаттамалары жолдап жатырсыздар ма? Иә. Қазіргі тәжірибемен бір-екі ауыз сөзбен бөлісе кетсеңіз. Жақсы. Азаматтар қалай өздерінің нелерін жаңашылдыққа әрекеттерін көрсетіп жатыр?
қаңтар айынан бастап татуластыру судья ретінде соттың төрағасының өкімімен бекітілдім. Жұмыс басталды, жұмыс жасап жатырмын. Енді былай айтқанда тәжірибе мақтана айтуға мүмкіндік бар деп санаймын. Өйткені түскен күннен бастап істер татуласу рәсімдері жасалынып жатыр. Сонымен қатар сотқа дейін реттеу хаттамасы жасалынды. Яғни халық түсініп жатыр ма? Халық болғанда бұл жерде екі тараптың айтап өткім келеді заңгерлері. Бір тараптан адвокат болды, екінші тараптан заңгер болды. Екі заңгерлерге түсіндіріп айттым, олар қоштап, келісіп, түсіндірілді барлығы, жіті толтырып сотқа ұсынды. Бітімгершілік шартын бекіттіңіздер. Бітімгершілік шарт. Сонымен қатар да медиативтік келісімдер бойынша да келісіп жатыр. Медиатордың қатысуымен? Жоқ, медиатордың қатысуымен, татуластыру судьяның өзіміздің қатысуымызбен екі тараптың арасында жүргізілген әңгіменің нәтижесі деп ойлаймын. Керемет, бұл жаңашылдықты біздің заңгерлер қауымдастығы, адвокаттар қауымдастығы бізді қолдап, бірге жұмыс жасап, осы нормалардың тек қағаз жүзінде қалмай, әрекет жүзінде, тәжірибе жүзінде бізге жеміс беруі, бұл барлығымызға да жақсылық алып келеді. Құқықтық Қазақстан құрудағы бірден бір біздің нақты қадамдарымыздың бірі болады деп санаймын. Құрметті телекөрермен, енді бізге ұсынылған аз ғана уақыттың ішінде біз сіздерге осы жаңа заңға азаматтық заңнаманы жетілдіру бағытындағы енгізілген, айттым ғой, 6 заңға енгізілген өзгерістің біз 4-еуіне нақты тоқталдық. Қалған енді медиация туралы заңға үлкен өзгеріс енді, оны бөлек бағдарлама арнаймыз алдағы уақытта медиаторлардың қатысуымен. Сондықтан біздің бүгінгі берген сіздерге мағлұматымыз, құқықтық мағлұматымыз бұл үлкен құқықтық мұхиттағы сіздің жақсы бағдарыңыз болып табылады деп ойлаймын. Алимент ала алмай жүрген көптеген аналар менің Фейсбуктағы жеке парақшама хабарласып жатады. Мен алимент ала алмай жүрмін, бермей жүр, оның машинасы бар, үйі бар, маған бермейді. Жаңа семьясында балалары бар, біздің балаларымызға осында алимент төленбей жатыр деген дауларды айтып жатыр. Қазіргі таңда міне айттық қой жаңа. Бұл негіздермен, уәждермен сіздер адвокаттарға барыңыздар, нотариустарға барыңыздар. Адвокаттар мен нотариустардың құқықтық шеңбері үлкен. Бұлар өздері жаңағы құқықтық базадан қарап, шыннан да қандай мүлік бар, жылжитын, жылжымайтын мүлік бар, борышкердің атында бәрін қарап отырып, сіздерді екі тарапты татуластыруға, екі тарапты шақырып алып, бітім келтіруге уақыттары көп, мүмкіншіліктері мол. Бұл заңдар соларға да судьяның кейбір өкіліктерін беріп отыр. Жалпы заңгерлер бұл, мен әрқашанда айтып өтем, жалпы қазақтың даласында билер заңы, даналар заңы, бабалар заңы деп аталарды ғой. Жалпы қазақтың билер заңының бұл тек қана судьялар емес билер. Сонымен қатар бұл мына заңға енгізілген өзгерістер, бұл адвокаттардың да, заңгерлердің де, медиаторлардың да бұл билікке, би деген атаққа ие адамдар екендігін білдіретін бірден бір өзгерістер деп табылым. Келісетін шығарсыздар, құрметті әріптестер. Сондықтан енді құрметті телекөрермендерден басқа экранның ар жағында қарап отырған мені адвокаттар, заңгерлер, медиаторлар осы бірлесіп, тізе бүгіп, бірігіп, осы заңның артықшылықтарын пайдаланып, әрқашанда осы азаматтарымызбен, заңды тұлғаларымыздың құқығын қорғаудағы қадамдарымызды жақсы нәтижемен аяқтайық. Келесі кездескенше күн жақсы болғай. Сау болыңыздар.